Қайырлы күн! Бүгін біз сіздермен көп қатпарлы қаттама нан әзірлейміз. Қамырын дайындау үшін сүт, су, дрожж, тұз, қант қосамыз және нан содасы, бір жұмыртқа, барлығын жақсылап араластырып, оған сұйық май қосамыз және ұнымызды қосып, қамырымызды илейміз. Қамырымыз қатты да болмауы керек және қатты жұмсақ болмауы да керек. Себебі біздің қамырымыз жайғанға келетіндей ыңғайлы болуы керек. Илеген қамырымыздың бетін жауып көтерілгенше күтеміз. Көтерілгеннен кейін кішігірім 5 бөлікке бөлеміз, яғни 5 суала қылып бөліп аламыз. 5 суаламыздың барлығын өте жұқа етіп, барынша жұқа етіп жаямыз. Барлық қамырымызды жайып болғаннан кейін майымызды ерітіп, бір суаланы қойып, оның ортасына май жағамыз. Екіншісін соның үстіне беттестіріп қоямыз да, оны да ортасына май жағып, бірінің үстіне бірін орналастырамыз. Видеода толық көрсетілген. Видеодағыдай жасасаңыздар болады. Сонда біздің бір қаттама нанымызда 5 суала қамыр болады. Яғни кішігірім 5 суала. Өте дәмді, өте қатпарлы, жұмсақ қаттама нан болып әзірленеді. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді шығатынына мен сенімдімін. Видеода көрсетілгенде барлық қамырымызды осылай ораймыз. Ұлу тәріздес етіп орап, бұны морозилкаға сақтап қойсаңыздар да болады, керек кезде пісіріп жейтін қылып. Немесе сол мезетте пешке салып пісіріп жеулеріңізге де болады. Қызып тұрған пешке бетіне жұмыртқа жағып салып пісіріп алып, дастарханға ұсынсаңыздар, өте дәмді нан болып шығады. Пісіруге кеңес беремін. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!